Саламатсыздар ма көрермендерім? Аскариданы асқындыруға болмайтынын білесіз бе? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен пайдалы қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Құрттардың ұзындығы 15-20 см, бұл еркектері, 20-40 см, ұрғашлары болады екен. Ақшыл қызғылт түсті бұл құрттар адамға қайдан жұғады? Көкөністер мен жеміс-жидектерді тазалап жумай, шаң, кір күйінде қолдану ішек құрттарын жұқтырудың бірінші жолы. Сондай-ақ ет пен балықта майда құрттар көп болады. Ауру астан демекші, шала піскен, аз қайнатылған тағамдарда сол құрттар өлмей, тіршілігін әрі қарай жалғастырады. Балалары әуес қытырлақ нандар, қуырылған картоптар, сонымен қатар жылдам дайындалатын фастфуд тағамдарында ішек құртын жұқтыратын өнімдер саналады. Жас балалардың ағзасы әлсіздеу болғандықтан ішек құртын жұқтырған болса, оларда асқазан, кіндік тұсы көп ауырады. Құрт ауруларының салдарынан адам көп терлейтін болады. Шаштары сиреп, бетке ақ дақтар түседі. Аскаридозды мейлінше мамандардың кеңесімен емдеген жөн, ал халық емін негізгі ем шараға қосымша ретінде ғана жасауыңызға болады. Бұл жағдайда мынадай ем түрлерін ұсынуға болады. Сарымсақ пен сүт. 200 мл сүтке бір бас сарымсақ салып, әбден жұмсарғанша қайнатыңыз. Жылы күйінде сүзіп алып клизма жасау керек. Клизманы бір апта күнделікті жатар алдында ғана жасаған дұрыс. Ал балаларға жасар болсаңыз 70 мл сүт жеткілікті. Асқабақ дәні. 500 грамм асқабақ дәнін тазалап, үккіштен ұнтақтаңыз. 50 мл қайнаған суға араластырыңыз. Дәм кіргізу үшін бал немесе тосап қосуыңызға болады. Жаңа дайындалған дәріні аш қарынға қолданыңыз. 3 сағаттан соң сумен араластырылған магнезия 10-30 грамм препаратты жарты стакан сумен араластырып ішіңіз. Жарты сағаттан соң ағзаны тазартатын клизма жасау керек. 2 жасқа дейінгі балаларға 50, ал 3-4 жасқа 80, 5-7 жастағы бүлдіршіндер үшін 100, 10-12 жас аралығындағы балаларға 150 грамм асқабақ дәні жетеді. Пияз. Ыдыстың бел ортасына дейін ұсақталып туралған пиязбен қалған жартысын арақ не спиртпен толтырып 10 күнге қақпағын жауып қойыңыз. Ересектер күніне 1-2 ас қасықтан 2 рет ішуге болады. Ал балаларға мұндай тұнба дайындау үшін арақ пен спирттің орнына қайнаған ыстық су қолданып 12 сағаттан кейін балаға беруге болады. 3-4 күн қатарынан күнделікті 1 рет 70-100 мл-ден ішкізу керек. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.